алды соғылған Camry. Осы бұрышы ғана капоттың майысқан. Алды ауысқан екен мына жерден. Біреудің жұмысын жамандамайсыз. Капот түзегенде ең оңай жолы мынандай. Негізі өзін шығарамыз деп ойлағанбыз. Морда алып келді. Негізі ауысқан екен. Қатты жағдайы жоқ кастопрофтар сияқты. Мына жердің бәрі шпаклевка. Тегін істесе де бұлай түзеуге болмайды. Қолымызда тек болгарка болғасын. Бұлай үстіне мінгізіп жібердік. Бетін тегістеп жатырмыз. Мықты ұстайды деген сөз емес. Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде мына бір алды соғылған Camry. Видео басталмай тұрып лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Жалпы көліктің жағдайы мынандай. Крылосын, фарасын, бамперлерін шешіп тастадық. Бампер мен крыло жарамайды. Бірақ капоттың өзін шығару керек. Осы бұрышы ғана капоттың майысқан, ана жақтары аман. Жалпы бұл көліктің алды ауысқан екен мына жерден. Енді біреудің жұмысын жамандамайсың, бірақ та мынау енді слишком ұят. Мына жерде сваркасымен тұр. Ташты етілмеген. Мына жақтарда солай көрініп тұр. Осын бәріміз жоғатамыз. Сосын мына жақта лактары деген слишком ақпаған. Енді бұл өте ұят. Мына көрініп тұр ма? Сосын мына жақта крылода майысқан жері бар. Краскасын барынша өзіне ұқсатып дайындатып әкелдік. Мүмкін мына есікке переход жасайтын шығармыз, білмейміз енді. Морда боялады. Сосын мына жақта артқы бампер боялады. Артқы бамперде краскалар түсіп жатыр. Мына жерде мына крылоға кішкене переход жасайтын шығармыз былай. Жалпы бұл бампердің түсіп жатқан себебі бампер жылтыр жерге прям краска шашылған. Мына жер жылтыр болып тұр. Мына жақтарда сондай. Осының бәрін түсіріп тастап краска шашамыз. Капотты ақырында түзеп жатырмыз. Краскасын түсіріп тастадық. Бұл жерде түзеу керек деп балғалап тоқпақтай берудің керегі жоқ. Темір созылып кетеді. Ақырындап қай жерден ұру керек екенін кішкене бірінші әдемілеп қарап алған дұрыс. Капотты түзегенде ең оңай жолы капоттың ішкі жағын алып тастау керек. Каркасын алып тастаған дұрыс. Бетіп кесіп тастадық. Каркаспен бірге түзеу ол кішкене емес, қатты қиын нәрсе негізі. Оңай жолы, тез жолы осы. Каркасын жерге шығарып қойдық, мынандай. Мына жақтында кішкене тартып қойдық. Қазір әдемілеп тартып аламыз. Мына жер қисық болып тұр. Былай қарай, алдыға қарай тарту керек. Сөйтіп тартып, негізі өзін шығарамыз деп ойлағанбыз. Бірақ морда әкеп қойды. Морданы мына жерден кесіп қоямыз. Целый морда алып келді. Оны шашып тастадық. Мына жақта. Мына жақтарын бәрін тазалап, шүкіркілеу керек. Сосын ана жағын кішкентайлау етіп кесеміз. Мына телевизор негізі ауысқан екен. Мына жерде көріп тұр, мына. Іш жақтарында көріп тұр. Мына жақтарынан көріп тұр, мына ауысқаны телевизордың. Мына жақтарында сондай. Мына астыңғы жақтары. Мына жақты кесіп, касаны алып тастадым. Мына жерден ана салонға өтіп тұрған касаны алып тастадым. Мына жердің жағдайы не жыларыңды, не күлеріңді білмейтін жағдай. Сваркасы өте аянышты. Әр жерден прихватка берген. Қатты жағдайы жоқ кастопрофтар сияқты. Бұл жағы ештеңе емес. Мына жағы өте қорқынышты. Мына жердің бәрі шпаклевка. Мына жерге енді сварка ұрылған. Ал мына жағына сварка ұрылмаған мүлде. Шпаклевкамен толтырып қойдым. Бұл енді лонжеронға бұлай істеу енді ұят нәрсе. Тегін істесе де бұлай істеуге болмайды. Алдым бөліп кесіп алып шығарып жатырмыз. Өткенде мен бір түрлі болғаным, мына жерде толтырып шпаклевка жағып қойып еді. Неге сваркілемеді екен деп ойласам, іш жағына бұлар ондай сым қойған екен, алтылық сым қойып. Сөйтіп вардель бетіне шпаклевка толтырған екен. Оны мына жағынан көрдім. Мына жер жаңа төрт-бір шоп тұрған десем кесіп алдым. Үйсем ішінің бәрі сваркіленген екен. Қолымызда тек болгарка болғасын сыймай жатыр түбінен кесіп тастауға. Сонымен аз-аздап кесіп алып жатырмыз. Бірінші мына жерден кесіп тастадым. Енді төбесінен былай кестім. Қазір мына жерде лонжеронда. Мынаны ашып қойдым. Мынаны да қазір түбінен кесіп тастаймын. Сосын болгарка сыйған жеріне дейін өстіп алып мына жерге дейін баруым керек. Морданы толық екі жағында кесіп ауыстырамыз ба деп ойлап едім.
Өйткені мына жақтың сыртынан толтырып шпаклев жағып қойып еді. Іш жағынан сваркіленгенін көріп кішкене қорқыныш басылды. Сосын тек үш жағын ғана кесіп, мына жағын былай үстіне телевизорды ғана мінгізіп қойдық. Мына жағында шпаклевкасының бәрі мына жақта нормально тұр, аст жақтарда. Тек бұл жағында мына сваркілерді жоғалту керек. Сосын мына жақта бар, мынаның астында қазір. Соларды жоғалту керек. Мына телевизорды былай үстіне мінгізіп жібердік. Қазір мына жерден, бір жерден, мына жақтан, сосын мына жерден прихватымен тұр. Крылуларды қойып көрдік. Әдемі келіп тұр бәрі. Енді толық сварканы бастаймыз. Сваркасы бітіп, бетін тегістеп жатырмыз. Әлі біткен жоқ. Мына жақта, мына жерге де сварка ұрдық. Ішкі жағынан да ұрдық. Мына жағынан міне, мына өзінде тұрған темірді кесіп алып тастап, ішкі жағынан ұрдық. Екі жағынан да сварка ұрылды. Мына жер жабылды. Мына жердің бәрін тегістеп тащитіп аламыз. Жалпы томпайып тұрған сварка ол мықты ұстайды деген сөз емес. Мына бәрін тегістеп тастадық. Болгаркамен қатты қыздырмай, бөліп кішкентай-кішкентайден алу керек. Теп-тегіс етіп қойдық. Бетіне жасыл шпаклевка жағамыз, стекловолокно. Мына жағы міне телевизордан ауысып еді, мына жерден. Мына сваркілерді, мына жақтағы сваркілердің орнын тегістеп алып тастауымыз керек. Міне алдынан қалған бұлар. Осыны тегістеуіміз керек. Көріп тұрмын, мына жерден сварка полный тұр. Осының бәрін тегістеп алып, гравитекспен жабамыз. Сваркіленген жерді тащ еткен кезде мына сияқты тащ ету керек, мына әдемілеп жылтыратып. Арасында мынандай қаралары қалса, бұл темірдің күйгені, бұл жерге ештеңе жабыспайды. Қандай технологиямен шпаклевка жақсаңыз да, бұл жер ертең көтеріліп түседі. Мүмкіндігі барынша әдемілеп қалдырмай, ең болмағанда темір шөткімен тазалап шығу керек мына жерлердің бәрі. Бұйырса осымен бұл видеоны аяқтайын деп отырмыз. Келесі видео бізде осы көліктің жалғасы болады. Қалай краскілеу керек жайлы айтатын боламыз. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.